Yine bir mertebe assalamu alaikum hürmetli profesör okuyucular, magistrantlar, stüdentler. Su üniversitenin bu resmi milletler şurgümü talebini yüzüge dastur var. İstem diye koyduğumuz bu platformda proyekt narsaları yani bugünkü su fon özgürlüğü boyunca kafedramızın doçenti, texnika ilmi filosofiya doktoru birinchi dokladı Habibullayevich Amir Jandulayevичқа beremiz. Marhamat. Мен өзгеру рамын ақылеттер деген тема бойынша. Бұл жерде режелермен тоқтайтын болсақ, about climate change and its consequence. Не климат өзгерістерінің ақылеттер деген бірінші. Климат өзгерісі hakkında факторлар hakkında Киото протоколы, Париж келісімі һәм климат өзгеріс тәсірлері hakkında тоқталады. Енді климат өзгеріс соны өзін ақналауын өзгеріс ақшына қоршаған ортаға қандай өзгерістер бар? Бірінші, хайуанларға тәсірі. Екіншіден, берде климаттың өзгерісі қандай әсерлері бар? Үшінші, бердегі климат тәсірлері, онымен күресу һәм олар арасындағы өзара қарым-қатынас жүйелері бойынша тоқталып өтеміз. Ендігі слайдта Малыматтар беріп атты. Бұл малыматтардың барбашы уақытта қайтқан алдында әзір дүниежүзілік гидрометеорологиялық станциялар бар. Европа дүниежүзінде 6 гидрологиялық станция бар. Әр материкте әр өзінің ілми институттары өзінің зерттеген малыматтарын бір жерге жәрдем беріп анализ қылынады. Енді бұл жерде көретін болсақ аномал өзгерістер өткеріледі. Аномал өзгерістер әрбір уақытта көп күзетіліп жатыр. Мысалы, қарайтын болмаса, әрбір уақытта климаттың өзгеруі климаттың өзінің пайда болуына келетін болмаса, бірнеше миллион жылдарында қабілескен. Әрбір регионда өзі климат циклолары бар. Региондар білетін болсақ, климаттың несіне қарайтын болсақ, зоналарға бөлінген, тропик, континентал. Сол зоналарда климаттар бірнеше миллион жылдар қабілес болғанда, енді қазіргі уақытта сол қабілескен климаттың өзгерістері аномал деген күшке алады. Мәселен, кейінгі уақыттар күзетіп жатсыздар, Африкада қар жауып жүр, болмаса сіздер үлгілерді бірде су болып кетті, үлкен мұздар түсіп жатыр, град дейді, үлкен мұздар адам теңіз тоқындай күндіктегі мұздар түсіп жатыр. Бұлардың барлығы аномал өзгерістер. Бұндай жағдайларға ұшыраспаған. Енді климат өзгерісінде болып жатқан дүниелік көрсеткіш қарайтын болсақ, бірінші мәліметте адамдардың тәсілі болмаса елдегі әрқилы урбанизация дейді, автомобильдер, электр техникалар, индустриялар, ауыл шаруашылығы егіндері барлығы ауаға бірқанша зағарлы нүктелер шығарып жатыр. Көбірек айтатын болсақ, углекислый газ, азот оксидінің бірікпелері, фреон газдері, соған жеңіл энергияның барлығы ауаның құрамындағы жаңа қатылар болмаса, құраштан келетін бізге қайта кетуін тосып жасаушы жаңа нелер пайда етеді. Мәселен, метан газы, сұйық газдан, азот оксидтері болмаса, берде былай қарайтын су бұлары қандай эффектті тәсір көрсетеді. Судың бұлану дәрежесі. Мәселен, оған бір мысал келтіретін болсақ, су шөлде кешқұрым погода басқаша болады. Ызғарлы жерде, мәселен, ылғалды жерлерде ауаның температурасы басқаша болады. Себебі су қандай қасиетке ие? Ауадағы ыстылық өзгерісі қасиетке ие. Егер су болмаса, шөлдерді кеште тоңасыз. Қызылда көп жүрміз. Қызылда кеште суық болады. Онысы күндіз ыстыда жүре алмайсыз. Кеште тоңады. Лямпта жүрсіз, қаралы боямысыз. Андай делтасында жүрсіз, ондай сезілмейді. Себебі судың несі ақметті
Ma'lumotlar beryapti. Bu ma'lumotlarni baribir vaqtda qayerdan olinadi? Hozir dunyojulik gidrometeorologik stansiyalar bor. Yevropa dunyoyuzida 6 meteorologik stansiya bor. Har materikda har o'zining institutlari o'zining o'zidagi ma'lumotlarni bir joyga jamlab yurib, analiz qilinadi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, anomal o'zgarishlar o'tkaziladi. Anomal o'zgarishlar har vaqtda ko'p kuzatilyapti. Misol qaraydi bo'lmasa, har vaqtda bir paydo bo'lgan kerak bo'lmasa, bir necha million yillarga qaytib keladi. Har regionda o'zi klimat siklllari bor. Har yillar bilan bo'lsa, klimatni qaraydi bo'lsa, zonalarga bo'lingan. Tropik, kontinental, so'l zonalarda klimatlar bir necha million yillar qaytib bo'lganda, endi hozirgi davrda so'qartishgan klimatning o'zgarishlari anomal nega tushga oladi. Masalan, keyingi vaqtlar kuzatyapsizlar, Afrikada qor yog'di, masalan, sizlar ulguriyapti, biz o'qib ketdi, ulgur buzlar tushib grafik, ulgurlar adam tinch to'pinda kundagi buzlar tushib ularning bari anomal o'zgarishlar. Bunday joylar dunyoda uchrashadi. Bunday klimat o'zgarishida qo'llangan dunyo ko'rsatish qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda odamlarning ta'siri, masalan, yerdagi urbanizatsiya deydi, avtomobillar, elektr texnikalar, industriyalar, avval xo'jalik ekinlari, bарлigi havoga bir qancha zaharli ekinlar chiqaryapti. Ko'proq aytadigan bo'lsak, ular o'g'il gaz, azot oksid birikmalari, ion gazlari, soat yengil energiyalar bor, havo quramida yana qatlamasa, quyoshdan keladigan nur bizga qayta kelib to'siq jasovchi javohirlar paydo bo'ladi. Masalan, metan gazi, suv gazdan, azot oksidlar, ya'ni bu yerda sayqaraydi. Suv bulara qanday effektiv ta'sir ko'rsatadi. Suvning qo'llanma darajasi. Masalan, o'g'on bir misol keltirib bo'lsak, suv sho'lda kechqurun havoda boshqacha bo'ladi. Qizg'alin yerda, masalan, g'alli yerlarda havoning temperaturasi boshqacha bo'ladi. Sebebi suv qanday qasiyatga havodagi issiqlikka nisbatan qasiyatga. Agar suv bo'lmasa, sho'lda kechda to'ng'asiz. Qizilda ko'p jirmas. Qizilda kechda suv bo'ladi, uni sen kunduz ustida jira olmaysiz. Kechda to'ng'asiz. Lampada yursangiz, masalan, bo'yamsiz. Ammo deltasida yurishmanda sezilmaysiz. Sebebi suv bo'lmasa, ahmiyatli issiqlikka nisbatan qasiyatga. Agar suv bo'lmasa, sho'lda kechda to'ng'asiz. Qizilda ko'p jirmas. Qizilda kechda suv bo'ladi, uni sen kunduz ustida jira olmaysiz. Kechda to'ng'asiz. Lampada yursangiz, masalan, bo'yamsiz. Ammo deltasida yurishmanda sezilmaysiz. Sebebi suv bo'lmasa, ahmiyatli